Бес институционалдық реформаны жүзеге асыру жөніндегі 100 қадам ұлт жоспарына сәйкес елімізде заңның үстемдігі салтанат құруы тиіс екендігі айтылды. Бұл ретте біріншіден болашақ судьяларды іріктеу тетіктері қатая түспек. Сонымен қатар кандидаттардың біліктілік талаптары да барынша ескерілмек. Адам тағдырына тікелей ықпал ететін өкілетті тұлғаның білім біліктілігін тест жүйесі арқылы анықтау жауапкершілікті артырары түсері сөзсіз. Осының барлығы сайып келгенде сот жүйесін жаңғыртудағы басты қадамдар болары анықтайды сала мамандары. Енді бұрынғы билеріміз айтқан ғой, әділ бидің елін дау жайламайды деп. Соттар әділ, адал болу керек деп, алтын съезде елбасының өзі атап айтқан болатын. Бірінші, кадр іріктеу мәселесінде қойылып отқан мәселе судьяларға қойылатын талап күшейтілмек. Ол біріншіден жаңағы біліктілік, екіншіден жаңағы тәжірибе. Сот саласында кем дегенде 5 жылдан қызмет істеген адамдар сот жүйесіне келсін деген.